Bismillahirrahmanirrahim. Әзіреті Иса алейхиссалам аспаннан түседі ме? Назал, түсу сөзінің мағынасы. Мәселенің мәні көпшілік мұсылман бауырлар хадистердің бірінде кездесетін назал сөзіне сүрініп адасқанды. Бұл сөз тура мағынада түсу дегенді білдіреді. Сондықтан көпшілік, егер үмметке Мәсіх түсуі керек болса, бұл тек бұрында өмір сүрген Иса Мәсіх алейхиссалам болуы керек деп ойлаған. Алайда назал сөзі әрдайым биіктіктен түсу дегенді білдіреді деп ойлау мүлдем қате. Түсу сөзі түсуі керек нәрсенің қаншалықты маңызды, қаншалықты елеулі болатынын және оның пайдалы салдары қаншама алысқа жететінін ғана білдіреді. Бұл бізге түсетін нәрсе Құдайдың ұлылығы мен құдіретінің құралы болатынын айтады. Дәл осындай нәрселер адамдарға түседі деп айтылады. Түсудің бұндай мағынасы Құранның бірнеше жерінде қолданылған. Мысалы, мына аяттарды оқиық. Содан кейін Алла өзінің елшісіне және мүминдерге тыныштығын түсірді. Содан соң Алла сендерге қайғыдан кейін тыныштық беру үшін ұйқы түсірді. Сол ұйқы сендердің бір тобыңды баурап алды. Ол Алла сендер үшін малдардан 8 жұбын түсірді. Уа адам ұрпақтары, расында біз сендерге ұятты жерлеріңді жабу үшін және әшекей ретінде киім түсірдік. Ал тақуалық киімі ең қайырлысы. Бұл Алланың белгілерінен, олар ғибрат алулары үшін. Әрі бұлттарды үстеріне көлеңке еттік және сендерге мәнна мен сәлуа түсірдік. Расында өз елшілерімізді анық белгілермен жібердік. Әрі олармен бірге кітап және адамдар әділдікке негізделуі үшін әділет таразысын түсірдік. Сондай-ақ темірді түсірдік. Онда қатаң күш пен адамзат үшін көптеген пайдалар бар. Әрі Алла оған және оның елшілеріне жасырын түрде көмектесетінді тануы үшін. Расында Алла аса қуатты, тым үстем. Ал егер Алла пенделеріне несібені кеңейтсе, олар жер бетінде бүлік шығарар еді. Бірақ ол қалағанын мөлшерлеп түсіреді. Расында ол пенделері жайында бәрін білуші, бәрін көруші. Сонымен тыныштық адам санасының қасиеті. Ал ұйқы адам миының функциясы екенін әрбір адам біледі. 4 түлік мал, киім-кешектер, мәнна мен сәлуа, яғни жасыл алқаптар мен бөдене, темір және басқа заттар жерде немесе оның қойнауынан алынады. Олар көктен түспейді, аспаннан жаңбырша жаумайды. Олардың көктен түсуі ешқашан Құранның анықтамасы болған емес. Құран оларды өте айқын түрде анықтап былай дейді. Әрі ол жерге асқар таулар орнатты және жерге құт-береке таратты. Әрі онда азықты барлық сұраушыларға тең етіп 4 күнде белгіледі. Бұл аятта Алла табиғаттың жаратылуы мен түрлі берекеттердің жаратылысын түсіну үшін бізден ғылымның түрлі салаларынан белгілі бір мөлшерде хабардар болуды талап ететінін көрсетеді. Іздестірілген білімді Алла адамзатқа бөлік-бөлікпен ашады. Бұл білімнің бір бөлігі адамдарға әлдеқашан ашылған, бір бөлігі болашақта ашылады. Адамзат алдында жаңа сұрақтар туындайды және оларға жауаптар пайда болады. Алайда Алла айтады, біз табиғаттың жаратылысы мен табиғи сыйлардың жаратылысын солай ғып сипаттадық. Одан барлық уақытта барлық адамдар өздерінің түсіну деңгейіне сәйкес өздері үшін бір мезетте шындық әрі жеткілікті болатындай сипаттама таба алады дейді. Тағы бір аятта былай делінген. Әрі біз жерді жайдық және оған берік қадалған таулар орнаттық және жердегі әр нәрсені мәлім мөлшерде өсірдік. Әрі біз онда сендер үшін және сендер рызық бере алмайтындар үшін тіршілік көздерін жасадық. Әрі қандай нәрсе болмасын, бізде оның қазынасы бар және біз оны белгілі мөлшерде ғана түсіреміз. Осылайша Құраннан табиғатта бар барлық нәрселер Алладан түскені, Алланың сыйы екені және бұл ретте олар көктен құламайтыны анық болады. Олардың жаратылысы осы жер арқылы, яғни жердің бетінде немесе оның қойнауында орын алады. Олар жерде өседі немесе оның астынан шығарылады.
Сондықтан өйделенген мәсіхтің келуіне қатысты назал, түсу термині бұдан басқа мағынаға ие бола алмайды. Бұл сөз өйделенген мәсіхтің алейхиссалам қаншалықты маңызды, қаншалықты берекелі болатындығын және оның рухани мәнділігін көрсетеді. Бұл сөзде мәсіх сөзбе-сөз физикалық мағынада аспаннан назыл етіледі деген мағына мүлдем жоқ. Көпшілік түсу термині қасиетті Құранда ардақты Мұхаммед пайғамбарымызға да саллаллаху алейхи уассалам қатысты қолданылғанын ұмытады. Құранның барлық тәпсіршілері бұл сөзді ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам ұлылығын және оның келуінің маңыздылығын көрсету үшін бөліп көрсетеді, және олардікі дұрыс. Бүкіл әлем білетіндей ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Құрайш тайпасынан шыққан құрметті ата-ананың үйінде дүниеге келген. Оның әкесінің аты Абдулла, ал анасының есімі Амина болатын. Ардақты пайғамбардың келуін түсу ретінде сипаттайтын аят мынадай: расында Алла сендерге ескерту түсірді, елшіні, ол иман келтіргендер мен жақсы амалдар жасағандарды қараңғылықтан жарыққа шығару үшін сендерге Алланың айқын аяттарын оқиды. Енді назал сөзі ардақты пайғамбарға да, мәсіхке де қатысты қолданылған. Алайда ардақты пайғамбарға қатысты бұл сөз бір мағынада, ал уәделенген мәсіхке қатысты мүлдем басқа мағынада түсіндіріледі. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам басқа адамдар сияқты осы жерде дүниеге келіп пайғамбар болып өсті. Неліктен осы мағынаны үмметке уәде етілген мәсіхке қатысты қабылдамасқа? Неліктен мәсіх алейхиссалам осы әдеттегі жолмен түсіріледі дегенге жол бермеске? Яғни ол да жерде дүниеге келіп, ер жетіп, кейін Алла оны пайғамбар ретінде таңдайды демеске?